Сәлем досым. Ақша табудан қиналып жүрсің бе? Онда осы видеоның соңына дейін қара. 90% адамның ақшалық проблемасын шешкен ақша табудың ең оңай жолын мен саған қазір айтатын боламын. Ол үшін менің каналыма жазылып, қоңырау жағына басып кет. Сонда ғана менің түрлі ақша табуға қатысты видеоларымды қалт жібермей көре аласың. Біз ақшаны көп табу үшін ең алдымен ақшаға болған қарым-қатынасымызды дұрыстауымыз керек. Сол себепті Америкада 90 жылдардың басында дәлелденіп кеткен ақшаға болған аффирмациялардың әсері өте жоғары болады екен. Ал ондай болса, аффирмация біздің сөзіміз арқылы орындалатынын білеміз. Яғни ол сөз құдіреті. Бірде-бір кісі 2 жыл қатарынан ақшадан қатты қиналады. Қызметін ауыстырып, бір тиын ақшасы қалмайды. Жаны қиналған ол ойша жағдайды ретке келтірудің жолдарын іздей бастайды. Кешке үйіне қайтып бара жатып, осы бір ақша шақыратын сөздерді оқып едім ғой, соларды айтайыншы деп ойлап, аяқ асты мен баймын деген тіркесті қайталай береді. Бұл сөз оны кәдімгідей жігерлендіріп, ішінде қандай да бір жалын пайда болады. Сол сәтте ақша жағынан қиындық болып тұрғанын түсінсе де, бәрі реттеліп кеткендей сезіне бастайды. Еш мәселе жоқтай іші жылып сала береді. Содан кейін ақшаға және сәттілікке байланысты аффирмацияларды бұрынғыдан да күдіктенбей, бойына сіңіргенше үзбей қайталайды. Шамамен 2 аптадай айтып жүреді. Нәтижесінде де көп күттірмей, бір айдың ішінде жалақысы жоғары жұмыс тауып, ісі өрге домалайды. Бірі сенер, бірі сенбес, бірақ ол мұның бәрінің шындық екенін айтады және оған осы сөздердің әсері болғанын жасырмайды. Ал енді мен сізге ақша шақыратын ең үздік аффирмацияларды оқып берейін. Сақтап алып, әр уақыт тыңдап жүріңіз. Мен қалағанымды аламын, тілегеніме жетемін. Мен ақшаға ашықпын, ақша маған ғашық. Ақша маған еш қиындықсыз оңай келеді. Өзімнің бай болуыма және қалаған нәрселерімді істеуіме рұқсат етемін. Еш қиындықсыз бай бола аламын. Ғалам мені молшылыққа бөлейді. Мен бай табысты адам болуға лайықтымын. Менде әрдайым артық ақша жүреді. Қазір өмірімдегі ақша ағымы өте жақсы. Мен банкте ақша сақтауға және жинауға лайықпын. Мен бар жақсылыққа лайықпын. Ол өмірімде дәл қазір орын алады. Мен қаржылай тәуелсізбін және бар қажетімді өтей аламын. Мен бармын, баймын, менде бәрі бар. Мен бақыттымын. Өркендегенді ұнатамын және оны әлеммен еркін бөлісемін. Менің кірісім күннен күнге өсуде. Маған бай болған ұнайды. Ұлы байлық маған қарай ағылуда. Өркендеу жолындағы бүкіл кедергілер берекеге ұласып келеді. Менің санам пайдалы идеяларды тарататын қуатты магнит. Барлық қарым-қатынас сәтті өтетіні үшін қуаныштымын. Қазір мен өзіме ұнайтын нәрселермен айналысамын. Мен әр күнім таңғажайыптарға толы. Менің жұмысым тамаша, қызмет жолым керемет. Жақсы айлық алу үшін жақсы жұмыс істеймін. Маған берілген барлық игіліктер үшін жаратушыға зор алғыс білдіремін. Өз өмірімде жақсы нәрселерге ие болуға және одан ләззат алуға мүмкіндік беремін. Бұл сөздерді бір оқып шыққаннан кейін-ақ санаңызда молшылық ағымның кеңейе түскенін сезінген боларсыз. Осыларды қайта-қайта қайталап, ақшаны өзіңізге жақындатуды жалғастырыңыз. Қайталап оқи беріңіз. Ішінен өзіңізге ең жақынын жаттап алып, күнде қайталаңыз. Оған өзіңізге жағымды, жаныңызды жандыртатын сөздерді қосып отыруға да болады. Енді байлық шақыратын сөздермен қалай жұмыс істейміз? Өзімізді бұл сөздерге бірден сендіре қою мүмкін емес. Түп сана сенбейтін нәрсені қабылдай алмайды. Сондықтан ең алдымен санаға жаңа бағдарламаны орнату қажет. Мұның бәрі өміріңізде шынайы көрініс алу үшін барлығына шын ниетпен кірісіп, өзгеріске дайын болыңыз. Енді осы сөздерді санаға сіңдіру үшін не істеуіміз керек? Ол үшін сөздерді әрдайым қайталап отырыңыз. Яғни күнде 100-ден 150-ге дейін қайталаған абзал. Оны бірнеше 7 күннен 21 күнге дейін қайталау керек. Осыны шынайы түрде жасайтын болсаңыз, 200% нәтижесін көрсететіні анық. Ал еріншектікке жол берсеңіз, баяғы орныңыздан жылжи қойыңыз екіталай. Өзіңізбен жұмыс істеуге дайын болсаңыз, осындай аффирмацияларды таңдаңыз.
Ақша шақыратын сөздердің құдіретін қалай арттырамыз? Бірінші, миды тыныштандыруымыз керек. Одан кейін көңілді толықтыруымыз керек. Сосын ол айтылған аффирмацияларды дауыстап айтуымыз керек. Миды тыныштандыру үшін бұл сөздерді үйде тыныштықта немесе бір қалыпта жұмыс істеп жүргенде айтуға болады. Ең бастысы дене босаңсып, ми ақпаратқа ашық болуы тиіс. Санаға жаңа ойды сіңіру үшін мидағы барлық ойлар ағынан тоқтатылып, медитация жасасаңыз, оған арнайы музыкалар тыңдауға да болады. Көңілді толықтыру. Ұнамды сөздерді ойлаған кезде эмоцияны іске қосыңыз. Оған бояулар қосып, қуаныңыз, күлімдеңіз, дәмеленіп, асығыс білдіріңіз. Дауыстап айтыңыз. Ақша шақыратын сөздерді айтатын кезде дауыстың да ерекше рол атқаратыны анықталған. Сондықтан адам бұл сөздерді айтқан кезде дауыстап, кейде айнаға қарап айтқаны дұрыс. Бұл әдістің ерекше әсері қалдыратыны сөзсіз. Тәжірибеде сөздің құдіретін арттырудың көптеген жолдары бар. Ізденіңіз, талмаңыз, жақсылыққа ұмтылыңыз.